Дүниежүзілік психикалық денсаулық күні жыл сайын 10 қазанда атап өтіледі. Бұл мереке ерекше жаратылған адамдар мен қолдауды қажет ететін жандарға назар аударудың маңыздылығын еске салады. Саран қаласындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жұмысымен біздің түсіру тобымыз танысып қайтты. Бұл Саран қаласындағы арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Бұрын аталған мекеме нейропсихиатриялық медициналық орталық болған еді. Яғни психикалық қабілетсіз деп танылғандар осында орналасқан. Себебі әрбір адамның тағдыры әртүрлі. У всех разные судьбы. Тәлімгерлердің әрқайсысының өмір өткелі сан қилы. Тағдырлас жандардың барлығында бір нәрсе тоғыстырады. Өйткені бұл жерден адамдар түсіністікпен қолдау тапты. Это просто нужно. Оларға дұрыс көз қарас қажет. Әрқайсына жеке-жеке уақыт бөлуді қалайды. Сонда ғана әр жанның көңілін кілтін табасыз. Основные диагнозы? Олардың негізгі диагноздары шизофрения, яғни терең ақыл-ой кемістігі. Мұнда адамдар 18 жастан бастап өмірінің соңына дейін болады. Диагноздарға қарамастан, оларда шектеу мен шекара жоқ. Орталықта ерекше жаратылған жандарға шығармашылық, спорттық және дамыту сабақтар өтеді. Айгүл Балмағанбетова би жобалар мен арба жарыстарының бірнеше дүркін жүлдегері. Ол көптеген елдерде өткен сайыстарда намысты қолдан бермеген өнерлі жан әлем кубогында медаль жеңіп алған. В этом году Мен Астанада әлем кубогында өнер көрсетіп 2 медаль иелендім. Мұнда маған барлығы ұнайды. Жайлы жағдай жасалған. Осындағы адамдар бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Рабил Жанбековтің орталықта тұрғанына 15 жыл болыпты. Өмірдің мәні өзіңе сенімді болуған емес, басқаларға қуаныш әкелу деп топшылайды. Бірінші кезекте біздің дұрыс адам болуымыз аса маңызды. Орталықтан рухтас, рухани үндес жандар тапқанына ризамын. Өмірдің мәні сыйластықта деп санаймын. Мен тоғызқұмалақ және ботчамен шұғылданамын. Орталықта азаматтар ән айтып би билеумен шектелмейді. Ал дүниежүзілік психикалық денсаулық күнінің мақсаты қоғамды психикалық денсаулыққа байланысты проблемалар туралы ақпараттандыру, әрі эмоционалды саланың барлық ауруларының алдын алуға күш салу дейді мамандар. Жанбота Рахметоллаұлы, Олжас Арыстанұлы, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы.